Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге ерекше тәсілмен түйілетін, яғни жасалатын самсаның рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Самса өте күшті болып шығады. Алдымен су құямыз, яғни көп емес, 100-150 грамдай су. Сұйық майымызды 100 грамдай, 150 грамдай, сүтімізді сондай 150 грамдай құйып аламыз. Одан кейін аштығымызды, яғни бір қасыққа толмас аштығымызды, тұзымызды саламыз. Одан кейін осылай барлығын ертіп аламыз да, електен өткізілген ұнымызды саламыз. Електен өткізген ұнымызды салып отырып, қамыр бастырамыз, яғни кәдімгі қаттылау самсаның қамырын бастырып шығу керек. Осылай барлығын қолдың көмегімен қамырымызды жинап алдық. Жұмсақтау болса азғантай қамыр ұн қосып отырып, осындай қамыр бастырасыздар. Қамырымыз дайын, осындай болып шықты. Сәл-пәл жұмсақтау болып кеткен екен, ештеңе қылмас. Осыны салфанға салып қоямыз. Ендігі жерде біздің дайындайтынымыз біздің салмасы, яғни салмасына, яғни сіздер етті алсаңыздар да болады, яғни майлы етті алуға да болады. Мен фаршты алдым, осыған бір бас жуаны қосып, бұрыштап, тұздап алдым. Енді дайын болған қамырымызды алып, осыны бірнеше бөлікке бөлеміз. Яғни мен 6 бөлікке бөлдім. Соның барлығын қолымыздың кесіп дайындап алғаннан кейін барлығын қолымыздың көмегімен осылай думалақ-думалақ қылып шығаруымыз керек. Яғни бәрінің шағын-шағын жуала болып шығу керек. Сол үшін барлығын қолдың көмегімен осылай бәрін дөңгелектеп шықтым. Осылай барлығын көріп тұрсыздар. Енді осы қамырларымызды дайындап болғаннан кейін барлық қамырымызды ысып шығамыз. Яғни бәрін біртіндеп ысып шығуымыз керек. Осылай қамырды ысамыз. Әрқайсысын бөлек-бөлек ысып алып, дайындап қойдым да, содан кейін бірінің үстіне бірін салып отырып, сары майды құйып отырып, бірінің үстіне бірін осылай қатпарлы самсамызды шығарамыз. Осы сары майды құйдым, ертілген сары майды құйып, үстіне біртіндеп барлығын жайдым. Щетканың көмегімен болмаса, қолдың көмегімен жайсаңыздар да болады. Енді оны өз қалауларыңызға қарай көресіздер. Мен осының бәрін щетканың көмегімен осылай жайып шықтым. Бір келке барлығы шеттеріне жетуі керек. Қамырымыз сол кезде, майымыз сол кезде самсамызда өте жақсы қатпарлы болып шығады. Сол үшін майды бір келке жағып шығасыздар. Осылай мен шетіне дейін барлығын жеткізіп тұрып жақтым, сары майымызды ертілген. Осының үстіне енді келесі қамырымызды саламыз. Яғни бұл қамырымызды да өте жұқа, жұп-жұқа қылып ыстым. Көріп тұрсаңыздар, өте прям жұп-жұқа болып шықты, күшті болып. Осы қамырымызды да шетіне дейін барлығын жеткізіп алдық. Осылай қолдың көмегімен жеткізіп алсаңыздар да болады. Бұғанда ертілген сары майымызды құямыз. Сары май болмаса, маргарин құйсаңыздар да болады. Ол үшін маргаринді аз уақытқа ертіп қою керек. Яғни суы болады, оның сол суы шыққанша аз уақытқа оны газдың үстінде ерту керек. Сол кезде барлық суы шығып кетеді. Енді осы қамырымызды бірінің үстіне бірін салып шыққаннан кейін бұны ораймыз. Яғни бүкіл қамырымды мен бәрін қатпарлы қылып шығардым. Бірінің үстіне бірін салып, енді осыны осылай бүктеп аламыз да, аз уақытқа холодильникке салып қоямыз. Салфанға салып. Дайын, қамырымыз дайын. Осы қамырымызды алып, қолдың көмегімен, яғни кесіп аламыз да, қолдың көмегімен ортасын ашып отырып, барлығының кесіп алып дайындап алғаннан кейін барлығының арасын ашып отырып, осылай қолдың көмегімен алақанға салып отырып, бір қолдарыңызбен қамырымыздың, яғни ортасын ашамыз. Қолдың көмегімен асықпай бәрін жайлап ашып алдық та, осы ашылған ортасына біздің салмамызды, яғни етімізді салуымыз керек. Мен сәл қамырым жұмсақтау болып кетіпті, яғни ештеңе қылмас. Сәл қаттылау болғаны дұрыс, самсаның қамырының сәл қатты болғаны дұрыс. Сол үшін ортасында сол кезде ыңғайлы ашуға ыңғайлы болады. Мен осылай қолдың көмегімен аштым да, ішіне
салмамызды сала бастадым, яғни ет пен нені қосып, жуаны қосып, бұрыштап салмасын дайындағанмын. Мінекей бұны енді осылай қолдың көмегімен, бір қолдың көмегімен тартып отырып, әдемілеп самсамызды түйеміз. Сол кезде әдемі болып шығады. Енді самсаны әртүрлі тәсілмен түйуге болады. Сол үшін өздеріңізге қалауларыңызға қарай көресіздер. Біреуі дайын. Енді сіздерге келесісін дайындап көрсетемін. Қазір сіздерге көрсетемін. Екіншісін, бірінші тұрған қамыр болғасын басқашалау болып шықты. Мен сіздерге келесісін көрсетемін. Неке қолдың көмегімен осылай алып аласыздар, кесіп алғаннан кейін бұны да жаңағыдай қылып, ортасын алақанға, бір қолыңызға алақанға салбасыздар, екінші қолдың көмегімен ашуға болады. Неке осыны мінекей бұны осылай қылып ашып аламыз. Бұны да қамырымызды сөйтіп ортасына, бұның да ашылған ортасына салмамызды саламыз, яғни біздің дайын етімізді салып, қайтадан әдемілеп тұрып түйу керек. Бұны да мінекей азғантай қылып салдым, яғни өте күшті болып шығады бұл самсалар. Мінекей толтырып салдым. Осыны енді әдемілеп бір саусақтың қолымен тартып отырып, әдемілеп тұрып самсамызды түйеміз. Мінекей осылай бір саусақтың көмегімен тартып отырып түйіп алсаңыздар болады. Өте әдемі шығады самсамыздың. Бұл екінші самсамыз дайын. Мінекей қарап тұрсаңыздар, бұның түп жағы осындай қатпарлы болып шығу керек. Енді сіздерге тағы да көрсетіп жіберейін. Үшіншісінде осылай бұны да алып аласыздар да, қолдың алақанға салып, бұны да дәл сондай басқа самсалар сияқты қылып, не қыласыздар, ішін ашасыздар. Яғни бір жағы, қамырымыздың бір жағы сол күйінше тұру керек. Яғни баспауымыз керек те екінші жағын. Бірінші жағын, екінші жағын қолдың көмегімен ашып саламыз. Бір беті сол күйінде тұрады, екінші бетін ашамыз. Неке осылай салып алып, барлығын самсамыздың салып алдық та, бұларды 180 градуста пеште мен 30-35 минутқа пісіріп алдым, яғни барлық дайындап болғаннан кейін. Неке бұны да осылай салып аласыздар. Ішіне самсамыздың қамыр еті мол болып жатыр, күшті болып. Осылай бұны да осылай түйдім әдемі қолдың көмегімен саусағымның. Міне осы үшінші самсамызды дайын. Өстіп барлық самсаларыңызды дайындап шығасыздар. 180 градуста пісіреміз. Яғни азғантай жұмыртқа қоссаңыздар да болады. Самсамыз дайын, үгілмелі болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.